Эфирде Елорда тынысы. Армысыздар тыңдарман, эфирде Елорда тынысы хабары, микрофон алдында мен Гүлназ Аманғали. Бүгінгі тақырыбымыз елордамыздың архитектуралық келбеті мен оның даму жоспарына арналмақ. Эфир қонағымен таныс болыңыздар. Нұр-Сұлтан қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының басшысы Нұрлан Ұранхаев. Нұрлан Телманұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, Гүлназ. Эфирге шақырғаныңыз үшін алғыс айтамын. 2021 жылы Нұр-Сұлтан қаласының сәулеті қалай өзгереді? Алдымен осы сұрақтан бастасақ, жалпы өзгерістер қарастырылған ба? Қаламыздың сәулеті өзінің дизайн кодына және Нұр-Сұлтан жайлы қала мастер жоспарына сәйкес өзгереді. Яғни елордамыз бірыңғай сәулет стилінде дамитын болады. Айта кетейін, Нұр-Сұлтан Қазақстанның бірыңғай дизайн коды қабылданған алғашқы қала. Олай болса, дизайн код туралы айтып берсеңіз, ол не үшін керек және қандай мәселелерді шешуге көмектеседі? Дизайн код қалалық ортаның эстетикалық мәнерлілігін жетілдіру, қала нысандары мен көше жиһаздарының оның колористикалық құрылысын үйлестіру және экологиялық таза технологияларды пайдалану үшін жасалған. Дизайн код немесе бірыңғай сәулет коды кіреберістердің, ғимараттардың қасбеттеріне ғана емес, сонымен қатар шатырға, жол желісіне, жарнамаға, жарықтандыруға, төсемге, шағын сәулет нысандарына, қоқыс жәшіктеріне де қолданылады. Бекітілген дизайн код бірінші кезекте көше жол кеңістігіне және оларға іргелес ғимараттар мен құрылыстардың қасбеттік элементтеріне бағытталған. Сонымен қатар келесі жылдан бастап ашық аспан бағдарламасын бастаймыз. Барлық орынсыз тұрған электр сымдарды, кедергі болып тұрған барлық заттарды алып тастаймыз, жүйеге келтіреміз. Бұл бір күндік жұмыс емес. Оны кезең-кезеңмен қала бойынша жүргізетін боламыз. Ал Нұр-Сұлтан жайлы қала мастер жоспары бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Алға қойған қандай жоспар бар? Әзірленген Нұр-Сұлтан жайлы қала мастер жоспары ұзақ мерзімді келешекке арналған. Оның бағыттарының бірі жүргіншілерге басымдық бере отырып, адамдарға арналған қала құру болып табылады. Алдағы мақсат қаламызды абаттандыру, көгалдандыру, велоқозғалысты ұйымдастыру, жарықтандыру, көше жиһаздарын орналастыру, жарнама құрылымдарын жөнге келтіру. Былтыр мастер жоспар аясында елордада 150 аула мен 60 қоғамдық кеңістік абаттандырылды. Биыл осы жұмысты одан әрі жалғастырамыз. Олардың саны 190-ға дейін жетеді. Біз қоғамдық кеңістіктердің қаншалықты сұранысқа ие екенін көрдік. Олар бүгін нағыз тартылыс нүктелеріне айналғанына көзіміз жетті. Мастер жоспар аясында қандай нысандар пайда болды? Сол туралы айтып өтсеңіз. Біз елорданың ауа райын ескере отырып, қоғамдық кеңістіктер құруға тырысамыз. Мысалы, триатлон паркіндегі қоғамдық кеңістікте жазда стритбол, фитнес және ойын алаңдарында адам жиналса, қыста мұз айдыны пайда болды. Өткен қыста Ататүрік саябағында тау шаңғысы мен сноубордқа арналған жасанды төбешік пайда болды. Былтыр көпір асты қоғамдық кеңістіктер ашылса, биыл Азербайжан Мамбетов көшесінде жаяу жүргіншілерге демалыс променады ашылды. Омаров көшесіндегі театральный жаяу бульварды ашылып, 2 субұрқақ кешені, сондай-ақ көптеген шағын сәулет нысандары орнатылды. Триатлон паркі жанында жасанды жағажай салынды. Сонымен қатар әкімдік алдындағы алаңда абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Сол жерде сұр бұрқақтар, амфитеатр, көлеңкелі шатырлар, демалыс орындар пайда болады. Ағаш отырғызу көзделген. Веложолдардың санында көбейту жоспарыңызда болған сияқты, қайда және қанша шақырымды құрайды? Жалпы елордада 2023 жылға дейін 123 шақырым велосипед жолы салынады. Барлық саябақтарды веложолдармен біріктіріп, оларды инклюзивті ету жоспарда бар. Сонымен қатар алдағы уақытта өзен арқылы веложаяу жүргінші көпірін салуды жоспарлап отырмыз. Ол тұңғыш президент саябағы мен Есіл өзенінің бойындағы саябақты бірыңғай кластермен біріктіруге мүмкіндік береді. Осылайша қала тұрғындары аудандары арасында кедергісіз жүре алады. Сіз айтып өткен көпір туралы жаңалықтардан оқыдық, суретінде көрдік. Ол қашан салынады, ол жерде тағы нені көре аламыз? Бұл көпір тұңғыш президент саябағы мен Есіл өзенінің бойындағы саябақты бірыңғай кластермен біріктіруге мүмкіндік береді. Осылайша қала тұрғындары аудандар арасында кедергісіз жүре алады.
Көпірдің бойында демалыс аймақтары жабдықталады. Ал көпірдің ішіне аткеншек орнатылады. Құрылысы биыл жоспарланған. Көпірдің өзі қоғамдық кеңістіктің рөлін атқарады. Онда демалатын орындар, жағалаулардағы көлеңкелі шатырлар орналасады. Оның екі жағындағы аймақтарды тартылыс нүктелеріне айналады. Мұндай көпірдің құрылысы тұрғындарға белсенді өмір салтын жүргізуге көбірек мүмкіндік береді. Жалпы Есіл өзенінің бойында ұзындығы 16 километрге жуық жаяу жүргіншілер аймағы мен веложол салу көзделген. Олар 7 саябақты біріктіреді. Жақсы, Нұрлан мырза, қаламыз ары қарай өсе ме? Бас жоспарда осындай өзгерістер бола ма? Биыл жаңа бас жоспар әзірленеді. Халық санының өсуіне байланысты болжанған 2030 жылдың көрсеткіштеріне біз 2020 жылы жеттік. Мысалы, қабылданған бас жоспарға сәйкес 2030 жылы халық саны 1.200.000-нан асады деп болжанған. Алайда қазірдің өзінде біз бұл көрсеткішке жеттік. Сондықтан да инженерлік инфрақұрылым көздері мен желілерін дамытудың көрсеткіштерін халық санының ұлғаюын ескере отырып қайта әзірленеді. Бірақ қала өз шекарасы шеңберінде дамитын болады. Қалада үкімет бекіткен кешенді жоспарға сәйкес құрылыс шекаралары анықталды. Бұл жер учаскелерінің инженерлік желілерімен қамтамасыз етілуін ескере отырып жасалды. Эфирде Елорда тынысы. Нұрлан мырза, жыл аяғына дейін елордамызда қанша үй салынады? Пандемияға қарамастан 2020 жылы ел тарихында рекордтық 3 миллион аса шаршы метр тұрғын үй салынды. Биыл құрылыстың қарқыны одан да көп болады деп жоспарлап отырмыз. 3 миллионнан аса шаршы метр тұрғын үй салынады деп айта аламын. Тамаша, бұл қала тұрғындарының әлеуметтік жағдайын одан әрі жақсартады деген сенімдемін. Ал биыл Нұр-Сұлтан қаласында қандай маңызды нысандар пайдалануға берілмек? Мәңгілік ел және Қабанбай Батыр даңғылдарының қиылысында жаңа мешіт салынып жатыр. Ол орталық Азиядағы ең үлкен мешіт болады. Жоба дәстүрлі ою өрнектер мен сәндік элементтерді қолдана отырып жасалған. Абу-Даби Плаза жалпы ауданы 500.000 шаршы метрден асатын көп функционалды кешен құрылысы биыл аяқталуы тиіс. Елордада биыл 16 мектеп салу жоспарда бар. Дене шынықтыру сауықтыру кешендері 4 ауданымызда салынды. Сонымен қатар сол жағалауда оқушылар сарайын салуда көзделген. Жаңа саябақтар, экологиялық парктер салына ма? Талдыкөл көлінің жанында жалпы аумағы 5700 гектар жерде қорық және орман саябақ аймағы бар алғашқы табиғи парк салынады. Астана генплан қызметкерлері Қазақстанның биоалуан түрлілігін сақтау қауымдастығымен бірлесіп Лондон сұлу батпақты алқаптар орталығы және басқа Ұлыбританиядағы әріптестермен бірге табиғи парктерді жобалау мен салудың халықаралық тәжірибесін зерттеді. Құстар қоғамдық жетекші мамандармен кездесулер өткізді. Оның аумағында бақылау алаңдары, болашақ биологтар, экологтар үшін білім беру орталықтарын салу жоспарланды. Маусымдық көші-қон кезінде көлдерде және оған жақын жерлерде құстардың 200-ге жуық түрін көруге болады. Осылайша қала қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстардың табиғи ортасын сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Майбалық көлінің жанында екінші экопарк салынады. Ол аумақтың жалпы ауданы 400 гектар. Су қоймалары шамамен 120 гектар. Саябақ кешенінде ерекше қорғалатын жағалау аймақтары, балық аулауға арналған жасанды су қоймалары салынады. Сонымен қатар қаланың бірегей экожүйесін қолдауға арналған алаңдарды, веложолдар, серуендеу аймақтарын орналастыру көзделген. Болашақта орман паркі қаланың жасыл орталығына айналады деп ойлаймын. Бұл елорданың жасыл идеясын жалғастыру үшін маңызды қадам. Елорданың ғимараттары мен инженерлік желілері цифрландырылып жатқаны туралы былтыр сұхбатымызда айтып кеткен болатынбыз. Сол геоақпараттық орталық аясында қандай жұмыстар жүргіздіңіздер және ол қала тұрғындары үшін қалай әсер етті?
Нұрсұлтан қаласының 3D картасы жасалып толықтырылды. Аталған картада бос жер учаскелерді қызыл сызықты көруге болады. Геоақпарат орталығын құру, инженерлік желілердегі жүктемені көруге, қала құрылысы процестерін болжауға, жерді ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды жұмыс, тұрғындарға өте қолайлы деп санаймын. Мысалы, қуаттылықты уақытында арттырып, жөндеу жұмыстарын жоспарлау және жаңа нысандарды инженерлік желілерге қосу процесін жеңілдетеді. Сонымен қатар қала құрылысы процестерін модельдеуге және мектептер, балабақша және ауруханамен қамтамасыз ету қажеттіліктері туралы мәліметтерді болжауға мүмкіндік береді. Цифрландыру жұмыстары құжаттарды келісуге кететін уақытты қысқартады. Мысалы, сәулет саласындағы барлық мемлекеттік қызметтер электрондық үкімет веб-порталы арқылы көрсетіледі. Осылайша қызмет алу үшін мемлекеттік органмен байланысы алынып тасталады. Бұл мемлекеттік қызметтер көрсетудің ашықтығын көрсетеді. Осылайша электрондық форматта көрсетілген қызметтердің жалпы көлемін 90%-ға жуығы беріледі. Басқармамыздың барлық мемлекеттік қызмет түрлері онлайн түрде атқарылатын болады. Яғни жер учаскесін сатып алу немесе құрылысқа рұқсат алу сынды мемлекеттік қызметті сайт арқылы онлайн жүйе бойынша алуға мүмкіндік бар. Жақсы, Нұрлан Телманұлы, енді тұрғындардың әсіресе іздейтін жері бұл саябақтар, елордада саябақтар салу қалай жоспарлануда? Кез келген қалады жобалау кезінде көгалдандыру нормалары қолданылады. Олар қаланың көлеміне және климаттық жағдайларына байланысты сараланады. Саябақтардың көгалдандыру аймақтарының саны өседі. Мысалы, биыл қаламызда Емен бағы пайда болды. Астана опера театрының маңындағы аумақта 1000 туп мамыргүл мен 700 емен отырғызылды. Сол жерде төсем ауыстырылды, арнайы торлар орнатылып, суару жүйесі қарастырылған. Түнде арнайы жарықтандыру қосылғанда қалалық орманға ерекше көрініс береді. Осындай көгалдандыру жұмыстары Нұрсұлтан жайлы мастер жоспары бойынша жүргізілуде. Мұндай жасыл аймақтарды барлық аудандарда кезең-кезеңмен ұйымдастыру жоспарлануда. Тағы айта кетейін, биыл триатлон паркінің жанында мамыргүл жөке отырғызылды. Осылайша елордада мамыргүл бағы, линейный паркінде дәрігерлер аллеясы, Юнушкевич пен Пушкин көшелерінің қиылысында құтқарушылар саябағы ашылған болатын. Айта кетейін, президентіміздің жолдауын іске асыру аясында Нұрсұлтанда 1 миллионға жуық жаңа көшет отырғызылуда. Ұстаздар алаңы туралы басқармаңыз жариялаған болатын. Бұл біздің мұғалімдер үшін үлкен мәртебе. Бұл, яғни, ұстаздар алаңы қашан ашылады және сол жерде нені көре аламыз? Ұстаздар алаңы жаңа қоғамдық кеңістігіміз Абылай хан даңғылы мен Пушкин көшелерінің қиылысында қыркүйекке қарай ашылады. Оның айрықша ерекшелігі шағын сәулет нысандарында. Мәселен, әр орындыққа мұғалімнің аты жөнімен шағын өмірбаяны жазылған тақтайша орнатылады. Сонымен қатар педагогтарға ерен еңбегі үшін алғыс ретінде грифель қабырғасы мен білім жапырақтары инсталляциясын орнату жоспарланып отыр. Сонымен қатар саябақтың орталық бөлігінде таза ауада шеберлік сабақтарын өткізуге арналған орын ашылады. Елорданың дизайн кодына сәйкес жарықтандырылған әткеншек орындары мен биікше орнатылған торшерлер аллеяны әсемдей түседі. Көгалдандыруға да ерекше көңіл бөлінбек. Ал саябақтың орталық бөлігіне емен отырғызу жоспарланып отыр. Пандемия кезінде көптеген ауыртпалықтар, қиындықтар болды. Көпшілік қазіргідей карантин кезінде қашықтан жұмыс істеуде. Ал сіздерше пандемия кезінде халықпен қалай жұмыс жасайсыздар? Азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдау апта сайын өткізіп жүрміз. Қазіргі жағдайға байланысты бөлім басшылары өзімде онлайн режимде түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар әр сәрсенбі күні Жанұя отбасы институттан қолдау орталығында қабылдаулар өтіп жүр. Біздің басқарманың барлық жаңалықтарын Сәулет Нұрсұлтан әлеуметтік желілерімізде жариялаймыз. Біздің WhatsApp нөмірімізге қалалықтарды, сұрақтарды да қабылдаймыз. Нөмірі 8708 722 76 97.
Нұрлан мырза, көп рахмет. Елордамыздың көрікті әрі жайлы қала болу үшін көптеген жұмыстар жасалып жатыр екен. Істеріңіз берекелі болсын. Елордамыз көркейіп, гүлдене берсін. Сізге де көп рахмет, Гүлназ. Сау болыңыз. Келесі кездескенше аман болайық. Ал құрметті радио тыңдаушылар, осымен хабарымыз аяқталды. Эфирді жүргізген мен Гүлназ Аманғали. Еліміз аман, елордамыз еңселі болғай.